Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Қазығұрт ауданындағы бірнеше ауыл өкілдерін арнайы қабылдады. Мақсат халықтың жер дауына қатысты ұсыныс тілектерін тыңдау. Кездесуге жер саласына қатысты мекеме басшылары, Қазығұрт ауданының әкімі Арман Абдуллаев қатысты. Алдымен жұмысшы, Сынташ және Қарабай ауылы тұрғындары атынан келген азаматтардың өтініштері тыңдалды. Азаматтар ұзақ жылдарға созылған жер дауының оң шешімі табылып келе жатқанын айта келе, енді сол қайтарылған жерді ауыл тұрғындарына әділ бөлу мәселесін көтерді. Алтынтөбе ауылы тұрғындарының да өтініштері мен ұсыныстары хаттамаға енгізілді. Тұрғындарға күрделі мәселені облыс басшылығының қолдауымен халықтың пайдасына шешіліп жатқанына ризашылықтарын білдірді. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды тұрғындарға әрбір мәселені келісіп, ауызбіршілікпен шешу маңызды екенін айтты. Жерді қайтарып беріп отқан кезде, енді мына жерге бір-бірімен келісе алмай жатқан, ол ертең жердің берекесі болмайды. Көпшілікке бағыну керек. Егер де халық солайдан келісіп отырса, көбісі осындай бәріміз бір ауыл болып, адам басын шағамыз деп, егер соған келісетін болса, барлықтарың соған келіп көну керексіздер. Оған көнеміз. Соңғы бір қадам қалған кезде бір ауызбіршілікке келіп, бір келісімге келсеңіздер, сосын ары қарай оформлеп бере береді аудан басшысы. Бірақ сіздер де оны түсіну керексіздер. Ертең жер қолға тигеннен кейін оны игеру керексіздер. Дұрыс пайдалану керексіздер. Қазір заман өзгеріп жатыр, технология өзгеріп жатыр. Егер де бір дұрыс шешімге келіп, жаңа бір шаруа қожалығын ашып, бір жерді дұрыстау игеремін десеңіз, ертең күні өнім көбірек алуға, пайдалы болуға, ондай болса келіңіздер, бізді қолдайық. Қарабау төс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қарамағындағы 4959-да 5 гектар егістік жерді Сынташ, жұмысшы, Қарабау ауылдарының тұрғындарына бөліп беру мәселесі бойынша да облыс аудан әкімдері тиісті басқарма және ауыл белсенділері тарапынан тиісті жұмыстар атқарылды. Нәтижесінде 27 қыркүйекте Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы вице-министрі мен ғылыми зерттеу институтының басшысы елмен жүздесіп, 491 гектар жерді Қарабау тұқым шаруашылығына ұрық өндіру үшін қалдырып, 4468-де 5 гектар жерді 3 елді мекеннің халқына бөліп беру жөніндегі шешім қабылдады. Аталған мәселеге қатысты құжаттар толық рәсімделіп, жер аудан қорына қайтарылған соң елге берілетін болады. Жер дауы бірнеше жылға созылған 8 ауылда 15 мыңнан астам халық тұрады. Қазығұрт ауданының арнайы жер қорына қайтарылған суармалы егістік жерлер адам саны бойынша үлестірілмек. Алла берген құлша, Лаура Бақытжанқызы, Гүлмира Саржанова, ақпарат.